практикаға бағытталған тапсырмаларды әзірлеу және демонстрациялық емтиханның ерекшеліктері тақырыбында бүгін семинар практикум өткізіп отырмыз. Семинар практикумның мақсаты осы демонстрациялық емтихан өткізумен айналысатын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы басшылардың, оқу жөніндегі орынбасарлары және өндіріс жөніндегі орынбасарларының кәсіби құзыреттіліктерін арттыру болып саналады. Студенттердің арасындағы демонстрациялық емтиханға бағытталған практикалық жұмыстарды қалай әзірлеуіміз керек, және де оған қандай материалдық техникалық базаларды дайындауымыз керек, және қандай да педагогтарды қандай біліктіліктерін арттыруларымыз керек. Соған байланысты осы семинарды өткізіп жатырмыз.